Саламатсыздар ма балалар? Естеріңізде болса, өткен сабақта біз Python'нан print операторынан өткенбіз, яғни print операторы экранға немесе консольға шығару операторы. Енді бүгінгі сабақта біз айнымалы деген түсінікпен танысамыз. Айнымалы дегеніміз не? Ол үшін мына картинкаға қарай. Айнымалы ол компьютердің жадынан уақытша сақтауға арналған сол ұяшықтың адресі деп. Қолмен тілмен айтқан кезде солай. Ал қарапайым тілмен айтқан кезде оны біз бір қорап сияқты есептеуге қарауымызға болады. Мысалға, x деген айнымалымыз ол қорап. Яғни x деген 5 деп қойсақ, яғни ол қораптың ішінде 5 деген мәні тұрады. Егер де x деген уже 1000 десек, жаңағы қорапта уже 5 болмайды, уже 1000 болады. Яғни бір қорапта бір ғана мән жақты сақталады. Енді Python тілінде қалай болады? Енді Python тілінде айнымалыны жазу үшін мысалға тек қана бірінші айнымалыға ат береміз, а, және де ол тең мысалға 5 дейік жаңағыдай. Енді осы 5 дегеннің мәнін шығарып көрейік. Ол үшін print a дей саламыз. Программамыз аяқталды, міне 5 мәні 5-ке тең. Енді ол тек қана айнымал деген тек қана саннан тұра ма деген сұрақты болады ғой. Айнымал тек қана саннан емес, ол кез келген өзінің түрлері бар. Кез келген түрге сақтауға болады. Мысалға, оның жол түріндегі түрі бар. Ол үшін жол жазған кезде міндетті түрде тырнақша аламыз. Мысалға, hello деген сөз. Ол да айнымалы болады. Немесе бөлшек сан. 1,01 дейік мысалға. Программамыз 5. Енді бұны шығарып көрейік. Бұнымыз міне hello деп шықты. Енді сыны көрейік. Яғни бүтін сандардың болды, жолдық тип бізде, және де нақты сандар, немесе бөлшек деп атайсақ болады. Енді айнымалармен түсінікті. Енді айнымалымен қандай амалдар істеуге болады? Мысалға, бізге екі саннан тұратын айнымалымыз бар. Мысалы, a және b дейік. Біз тек қана әзіршеге бүтін сандармен жұмыс істейік. A және b дейік. Енді бізге бұны амалды шығару үшін, мысалға, екеуін қосындысын шығар десе, қосылған b дей саламыз. 11 жауабымыз шығып тұр. A қосылған 1, жаңа біздің жауабымыз шығып тұр. Басқа қандай амалдар бар? Немесе бұны жеке айнымалыға алып алуымызға болады. Мысалға, c деген жаңа айнымалымыз, ол тең a қосылған b. Және де жауапты экранға шығарғанда сынның өзін шығара саламыз. Қосылған 11. Мысалы, көбейту айнымалысын амалын алайық. Екі айнымалын көбейтейік. А мен бұның көбейтіндісі 30. Ол не? Көрдіңіздер ме? Әртүрлі амалдарды қолдануға да болады. Бір-біріне көбейтіп, бөлу. Осы амалдарды алда өтеміз.